Баршаңызға ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте керемет ватрушка рецептімен бөлісемін. Ал енді рецептіне кірісейік. Ол үшін бізге сұйық май, үй температурасында тұрған сүт, ұн, дрожжи, тұз, қант, жұмыртқа. Салмасына мен 5%-ық 2 ірімшік алдым, қаймақ, қант және де 1 жұмыртқа. Ең алдымен қамырдың аппарасын жасау керек болады. Ол үшін жылы сүтке дрожжи, 1 қасық қант, 2 қасық ұн салып, жақсылап араластырып, пищевой пленкаға орап 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Аппараның жақсы көтерілуі сіздің қамырыңыздың жұмсақтығына байланысты болады. Міне аппарамыз дайын, енді қамырымызға кірісеміз. Ол үшін осындай менде планетарлық ыдысқа барлығын араластырып қосамыз. Ең бірінші ұн, одан кейін қант, одан кейін ортасын ұннан ашып аппараны саламыз, майды құямыз, содан кейін 1 жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Мен миксерді араластырдым, бұның барлығын қолмен де жасауға болады. Міне қамырды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Осындай консистенцияда болуы қажет, қолға қатты жабыспайтындай. Енді бұны да жақсылап пищевой пленкамен жауып, жылы жерге салмасын дайындағанша жылы жерге қоямыз. Ал енді салмасына кірісеміз. Осындай бір ыдысқа барлығын салып аламыз да, кейін блендердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып ұрып аламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанға дейін. Міне осындай қою масса болуы керек. Енді қайта қамырымызды жасаймыз. Міне пищевой пленкасын алып, жақсылап қолмен ауасын шығарып аламыз қамырдың. Енді осыны таразыға өлшеп, енді осы қамырымызды 9 бөлікке бөлеміз. Бізде 9 ватрушка шығу керек. Шамамен 94-95 граммнан бөліп шығамыз. Енді әрбір бөлігімізді жақсылап қолмен осылай көріп тұрғандарыңыздай түйіп, жақсылап қолмен домалатамыз. Мына осындай столға қойып та домалатсаңыздар болады, қолмен де домалатсаңыздар болады. Сіздерге қалай ыңғайлы болады, солай жасасаңыздар болады. Енді барлық ватрушкамыздың қамырын осылай противенге салып шығамыз. Енді әрбір ватрушкамызды осылай стақанмен басып шығамыз. Бұл не үшін керек? Бізге жақсылап салмасын салу үшін қажет болады. Енді қамырымызға салмасын саламыз. Әрбіреуіне 1,5 қасық салма саласыз. Стақанды жақсылап қаттырақ басамыз. Сол кезде бізде салманы салатын орын көбірек болады. Енді әрбір ватрушканың жан жағына 1 жұмыртқаның сары уызын жақсылап тұрып жағып шығамыз. Сол кезде сіздердің ватрушкаңыз піскен уақытта ол өте әдемі сарғыш түсті болып шығады. Енді ватрушкамызды қызып тұрған пеште 180 градуста асты үсті конвекция режимінде 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне ватрушкамыз пісіп шықты, осындай болып көтеріледі. Кәдімгі
кулинариядағындай өте дәмді ватрушка болып шығады. Иісі деген енді керемет, бүкіл үйді алып кетті. Және де қамыры сондай жұмсақ, салмасы дәмді болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. 100% мен кеңес берем сіздерге, өте дәмді шығатынына. Барлықтарыңызға сәттілік. Сонымен қатар менің каналымды қолдап, подписка жасап, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Барлықтарыңызға, менімен болғандарыңызға рахмет.